Қорқыт ата туралаңыз. Қорқыт атаның өмірге келуі де одан кетуі де осы арыс пен сыр бойына байланысты болғандықтан оған арнайы тоқталғанды жөн санаймыз. Қорқыттың ежелгі Сырдария алқабы мен Арал-Каспий далаларын мекендеген этникалық жағынан түріктенген көшпелі және жартылай көшпелі ру тайпаларынан шыққаны белгілі. Сол Оғыз Қыпшақ тайпалары мекендеген қазіргі Арыс бойындағы Қараспан тау деп аталатын мекенде Қорқыт ата дүниеге келген. Көне шежіре бойынша оның анасы Қыпшақ қызы, әкесі Күн ханның баласы Баяттан туған Қарақожа деген кісі екен. Қорқыттың анасы екіқабат болып жүргенде құланның жаясына жерік болып, жерігі 1 жылда рең басылады. Нәрестесін 3 жылдан артық құрсағында көтерген ана босанар кезде Тәңірге жалынып, көз жасын төккен кезде төңіректі қою қараңғылық қаптап, ызғырық жел соғып, жер көкті селдетіп, нөсерлі жаңбыр жауады. Қара түнек, қара жауынға ұшыраған Қаратау, Арыс, Сыр алқабындағы осы елді мекен сол күннен бастап Қараспан деп аталған. 3 күн бойы дамылсыз соққан дауыл дүниені дүр сілкіндіріп, дүлей күш тірі пенде мен жан-жануарларды үрейлендіріп, қатты қорқытқан. Осындай табиғаттың ерекше бір күнінде дүниеге келген баланың атын Қорқыт қояды. Қорқыт туғанда күн шығып жылынып, жұрттың қорыққаны басылып, жүректері орнына түйді. Анасының құрсағында 3 жыл жатқан Қорқыт жарық дүниеге келгенде бірден тілі шығып сөйлей бастаған. Сәлден кейін жүріп кеткен екен. Бұл туралы еліміздің білгілі тарихшысы академик Әлкей Марғұлан ел аузына мынадай жырды мысалға келтіреді. Қорқыт туар кезінде Қараспанды су алған, қара жерді құм алған. Ол туралы ел қорқып, туған соң әбден қуанған. Қорқыт туралы ел аузында әңгіме, аңыз аз қалмаған. Ол жөнінде бірінші рет жазған арабтың зерттеушісі Әл-Истраи болған. Ол Хорезмді, Сырдың бойын аралап жүріп, түріктер арасынан ертеректе өткен 2 данышпан туралы аңыздар естиді. Оның біреуі Бәрзу деген данышпан дәрігер, ал екіншісі Қорқыт атақты сазгер. Өзінің қобызына қосқан жырымен елді аузына қаратқан кемеңгер адам болыпты. Тебінгер тер сасыған заман екен. Ері етігін шешіп, атының ауыздығын алмағалы көп күн болған. Оғыз Қыпшақ ұлысының халқын Ұлашұлы Қазанбек ұлының аман қалғаны үшін Қазғұртта той жасап өткен ата-бабаларына ас бергелі жатыр деген сөз елең еткізді. Көп күнгі шайқастан шаршаған жігіттер бір тынығып, арқаны кеңге тастайтын болыппыз ғой деп қуанысып Қазғұртты бетке алған. Әсіресе Қорқыт баба да келіп Қазанбектің ерлігін жырға қосады екен деген әңгімені естігенде еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін елеңдеп, қасиеті асқан Қазғұртқа жетуге асықты. Мұндай тойға Қорқыт ата жиі келіп ән айтып қобыз тартады. Күн арқан бойы көтерілгенде қонақтардың алды келіп, оларды Қазанбектің күтуші жігіттері тау етегіне тігілген 40 шатырға жайғастырып, атақ абыройына қарай қызмет ете бастайды. Келген қонақтармен амандық саулық сұрасқан Қазанбек әлденеге алаңдап, Қаратау жаққа мазасыздан ұзақ қарады да, қазандық асылған жаққа беттеді. Астындағы отын өшірмеңдер. Бір суыса қайта қызуы қиын болар. Қорқыт баба да келіп қалар деп, тағы да Қаратау жаққа қарады. Көз ұшында қарауытқан бір топ аттыларды көргенде, езуіне күлкі ергендей жүзі нұрлана бастады. Сол сетте Қорқыт баба келді. Қорқыт баба деген қуанышты айқай естіліп, тойға келгендер дүрліге ұмтылысты. 40 шатырдан оқшаулау тігілген 12 қанат ақ ордаға қарай асығыс жүрген Қазанбек. Қорқыт бабаны менің ордама түсіріңдер деген шабарман жігіттерін жұмсады. Тойға келген тобыр халық келе жатқан Қорқыт бабаның алдынан жүгіре шығып жолын бөгей берді. Атақты жыраудың көңілін өзіне аударуға тырысқан дауыстар әр жерден жамырай шығып, аман саулық сұраса бастады. Өзін қаумалай қоршаған адамдарға жалпылама жауап беріп, ұлы тойға құтты болсын айтты. Ақ-ордаға көген тастам жер қалғанда алдынан Қазанбек шығып, «Ассалаумағалейкум асқан күйші ақылгөй данышпан бабам» деп бас иіп қос қолын кеудесіне басты. «Уа, Құстытаудың ұрпағы, Түркістанның тірегі, Қазғұрт тауының қабыланы, Қоңыраттың иесі, хан Ораздың атасы Қазанбегім. Бармысың?» деп Қорқыт ата аттан түсіп, Оғыз Қыпшақ ханын құшағына алды. Тойға той уласып,
қуанышың ұзағынан болсын батырым. Рахмет баба. Қуаныш ортақ болып, ел тілегі қабыл болсын. Кәне, төрлетіңіз баба, деп ақ ордаға қарай қолын созды. Қорқыт ата бастаған бір топ қадірлі қонақтар Қазанбектің ордасына кіріп жайғаса бастайды. Кеткісі келмей, Әзіз бабаның сөзін естігісі келген көпшіліктің арасында әртүрлі әңгіме туа бастады. Қорқыт бабаның анасы аспан перісі болған десе де, сол рас па екен десе, екінші бір дауыс. Әкесі асқан мерген айлакер аңшы болған деседі, дейді мақтанышпен. Рас деседі, үшінші дауыс. Аңға шыққан мерген бір күні далада ұйықтап қалыпты. Осы сәтті пайдаланған аспан перілері оны алып кетіп, өздерінің басшыларына қосты. Ол асқан сұлу екен. Бір күні түні ұйықтамай отыр. Мен келіп көтеріп әкетемін деп, аспан перісі жігітке өтініш жасапты. Ұзақ уақытқа шыдамаған жігіт таң шолпаны туар сәтте көз ілініп кетеді. Тұр, оян деген сөзден шошынып оянған жігіт қасында тұрған аспан перісі мен оның қолындағы құндақтаулы баланы көреді. Әттең, тағдыр бізге мәңгі бірге болуды жазбапты. Енді бәрі текеш. Анау құндақтаулы балаңды алда кет деп айтады да, қыз әп сәтте жоғалады. Аспан перісінен туған ұлын құшақтап, жігіт еліне оралыпты. Сол құндақтаулы бала осы Қорқыт баба мекен деседі, деп сөзін мақтанышпен аяқтады. Я, түбі тегін емес, бәсе тегінде бар ғой. Болмаса мұншалықты елден асқан дана бола ма деген сөздер әр жерден естіліп, жұрт еріксіз тарай бастайды. Ішке кіріп, дастархан басына жайғасқан қонақтар елге амандық, асқа адалдық тілеп, Қорқыт атадан бата сұрады. Келелі түйең аман болса, бота болар. Ақтылы қойың аман болса, қозы болар. Бектерің аман болса, ұл болады. Отбасыңда ұлың қалса, ошағыңның шоқ сөнбес. Кешегі ұрыста шейіт болған 300 жігітіңнің топырағы торқа, жатқан жері жайлы болсын, деп батадан соң Қазанбекке көңіл айтты. Дастарханға қымыз келіп ас тартылғанда. Я, Қазанбек ойыңды айт, деді Қорқыт ата. Сонда Қазанбек: Әзіз баба, 40 шатыр тіккізіп, қазандыққа 41 аттың етін салдырып, өткен ата бабама ас бермекпін. Жұрт 7 күн, 7 түн тойлап, ойын сауық құрсын деп және отырмын деді. Я, Қаратау қарса оған шөп үзбейді, ел жайлауға көшпейді. Қаражал, арғымақ биелер қарса құлын тумайды. Ер жігіті қарса ол ұлды боламайды. Кешегі өткен ата бабаңа ас садаққа таратып, өліні тойдырғандай тірлік еткенің көрегендігің мен көсемдігің болар. Ал шешендігің кені деді. Оны да ойластырып отырмын. Анау Қазғұрт басындағы бабаларымыз тұрған киелі үңгір алдында батырларыма, алтын қабақ атты атқызып, ақындарыма жыр, абыздарыма домбыра мен қобыз тарттырамын деп Қазғұрттың төбесіне қарап қолын созады. Одан кейін баламның аман келгені үшін 40 құл мен 40 күнге азаттық беріп, жас батырларға мол сыйлық тарту таралғыт беремін. Иықтарына ішік, маутыдан шапан деп Қорқыт атаға қарады. Бәрекелді, көлеңкелі дарағын қорап, кесілмесін батырым. Астыңа мінген ақбоз атың шабысынан танбасын. Қолыңдағы қайыспас қара балтаңның жүзі мұқалмасын. Басыңа біткен бағың баянды болсын, деп ризашылық білдірді. Ас желініп, аяқ жиналған соң, ордада отырғандар орындарынан тұрып сыртқа беттеді. Есік алдына шыққан Қорқыт ата жиналған дүйім жұртты көріп: Уа халқым, таулы құстың ұрпағы, біз міскеннің үміті, Әмет суының арсыланы, Қарашықтың қабыланы, хан Ораздың әкесі, Баяндыр ханның күйеуі, Қоңыраттың иесі, қалың Оғыз бақыты Қазанбегің той бастады. Алтын үйін қара жерге тіктіріп, қалы кілеп төсетті. Алтын кесе тостағанға тағам салып, ата бабамызға ас садақа таратты. Қазандыққа 41 аттың етін салып, елін тойдыруды мақсат етті. 7 түн, 7 күн тойлап, көңілдеріңді көтеріңдер, деді. Қорқыт бабаның сөзі аяқтала бергенде бүкіл халық шуласып Қазанбекке мадақтау сөздер айтты. Қорқыт ата мен Қазанбек бастаған топ көлденең тартылған аттарға мініп, бағытын тау басындағы киелі үңгірге бұрды. Бұл той 7 күнге созылып, талай тартыстар мен сайыстар ұйымдастырылды. Ән айтылып, домбыра тартылды. Біреудің мерейі үстем болса, елдің бірі намыстан екі беті қызарып, әттеген айлап өкініп кетті. Бұл тойда Қазанбектің ісін мақтаныш еткен Қорқыт ата.
Қазғұрт таудағы үңгір тасты. Салор қазан барып көркейтті. Онда ата-бабасына садақа таратты, ит бешене оны көріп есі кетті. Бір қазанға 41 аттың етін салды. Ол қазанды сол қолымен көтерді. Оң қолымен елге жүріп үлестірді. Алыптар, билер көремісің Қазанбектің кім екенін деп мақтап жырына қосыпты.